Армысыздар, құрметті көрермен қауым, эфирде ашығын айтай хабары. Жыл аяқталуға жақын. Бұл әр сала үшін атқарылған жұмыстарға баға беріп, жетістіктер мен кемшіліктерді саралайтын, алдағы мақсат міндеттерді айқындайтын кезең. Биыл аймақта спорт саласында ауқымды жұмыстар жүзеге асырылып, өңір спортшылары республикалық әрі халықаралық ареналарда айтарлықтай жетістіктерге қол жеткізді. Бүгінгі хабарымыз осы тақырып төңірегінде өрбімек. Студия қонағы облыстық дене шынықтыру және спорт басқармасының басшысы Ардақ Төлен. Ардақ Болатұлы, студиямызға қош келдіңіз. Енді жылды қорытындылап жатырмыз. Жаңағы айтып кеткендей, жалпы 2025 жыл өңірдің спорт саласы үшін қандай болды? Өңірдің спорт саласы үшін жыл жақсы басталды. Италия қаласында дүниежүзілік универсиада басталды. Сол жерде екі спортшымыз жақсы нәтиже көрсетіп, шаңғы жарысы мен биатлоннан қола медальдарын ұтып алды. Екі спортшымыз шорт-тректен Хан Яна мен Крюкова Арина биатлоннан. Одан осы ақпан айында Азия ойындары болды. Қытай қаласында, Харбин қаласында. Сол жерде спортшыларымыз жақсы нәтиже көрсетіп, шорт-тректен бірнеше спортшыларымыз алтын иегері болды. Микс эстафетада жеңіске жетіп, ерлер арасында эстафетаға жақсы нәтиже көрсетіп, 13 жүлдемен оралған екен, иә? 13 жүлдемен оралдық. Ол жерде енді айтып кететін спортшыларымыз Никиша Денис, Жақсыбаев Мерсаид, Хан Яна, Тихонова Ольга, шаңғы жарысынан Борцов Константин, Клемен Олжас, Степашкина Надежда, Шалыгина Ксения, сол спортшыларымыз жақсы нәтиже көрсетті. Енді биатлоннан Куралес Вадим мен Крюкова Арина, Мухин Александр, сол спортшылар жүлдеге кірді. Жақсы нәтиже көрсетіп, Қазақстан құрама командасы 20 медаль алса, соның көп медальдар біздің Ақмола облысының спортшылары ұтып алды. Одан ары осы қысы спорт түрлерінің жарыстары жалғасып, Никиша Денис әлемнің 2 дүркін күміс жүлдегер атанды. Өз 2024 жылғы результатын 25 жылда жақсы нәтиже көрсетіп, сол қысқы спорт түрлерінің жарыстары сонымен аяқталды. Одан басқа енді қысқы 4 жылда бір рет өтетін Қазақстан Республикасының қысқы спартакиадасы, сол жерде Ақмола облысы бірінші рет жеңімпаз атанды. Бұрын болмаған енді бұл нәтиже. Спортшыларымыз бәрі жақсы нәтиже көрсетіп, біз командалық есепте Қазақстан бойынша бірінші орын алдық. Ары қарай жазғы маусым басталды. Ол жерде спортшыларымыз жазғы спорт түрлерінен жарыстарға дайындалып, жасөспірімдер арасында жақсы нәтиже көрсетіп, Даниэлина Кира ауыр атлетикадан әлем чемпионатының қола жүлдегері болып, Астана қаласындағы Азия чемпионатын ұтты. Еркін күрестен Кусаинова Азия чемпионы атанды. Басқа да енді спортшыларымыз жақсы нәтиже көрсетіп, биыл жастар ойындары болды. Сол жастар ойындарында садақ атудан, ауыр атлетикадан командаларымыз жақсы нәтиже көрсетіп, командалық есепте үштікке кірді. Басқа спорт түрлерінен де жақсы триатлон, современный пятиборье, сол спорт түрлерді биыл жақсы нәтиже көрсетіп, жасөспірімдер арасында, жастар арасында. Жылдың ортасында жазғы Ақбедай спартакиадасы болды. Ол жерде енді біздің спортшыларымыз жақсы нәтиже көрсетті. Ұлттық спорт түрлерінен спортшыларымыз жақсы нәтиже көрсетіп, тоғызқұмалақтан, жамбы атудан спортшыларымыз жақсы нәтижелер көрсетті. Жасөспірімдер арасында жамбы атудан Азия чемпионы болды баламыз. Тоғызқұмалақтан жасөспірімдер арасында қола медаль ұтып алды Азия чемпионатының. Дәстүрлі садақтан спортшымыз әлем және Азия кубогын ұтты. Дәстүрлі садақ енді жаңадан дамып келе жатқан спорттың бірі. Сол жерде Нұртаев Азамат жақсы нәтиже көрсетіп, олимпиада спорт түрлерімен бірге ұлттық спорт түрлерінің спортшылары да жақсы нәтиже көрсетіп келе жатыр. Бұдан бөлек енді бұл әлемдік деңгейдегі жарыстар ғой, бірақ елімізде де республикалық жарыстарда топ жарып жүр. Мәселен, Арлан хоккей клубы Қазақстан Республикасының кубогының 3 дүркін чемпионы атанған екен. Қазақстанда чемпионаттың 3 дүркін чемпионы осы 24-25 маусымда сондай атаққа ие болды. Одан басқа Қазақстан кубогын ұтып алды. Жыл маусымында ашылу кубогы дейді, сол кубогында ұтып алды. Қазір енді жаман емес, биылғы маусымда бастадық, жақсы келе жатыр.
Жақсы, рахмет. Енді бұған қоса биыл спорт саласын дамытуға көптеген жобалар қолға алынған. Жалпы биыл спортты дамытудың негізгі қандай бағыттарға басымдық берілді? Ең бастысы енді мен жаңа айтып кеттім, жылдың басындағы енді қысқы спорт түрлерінен көптеген жарыстар болғаннан кейін, жылдың басында сол қысқы спорт түрлеріне басымдық берілді. Ол жерден жаңағы Азия ойындары, дүниежүзілік универсиада болсын, сосын жаңағы 4 жылда бір рет өтетін қысқы спартакиада. Сол қойылған жоспарлардың бәрін жаттықтырушылар орындады деп жаңағы енді айтуға болады. Азия ойындары болсын, жаңағы спартакиадада болсын, спортшыларымыз жақсы нәтиже көрсетті. Одан басты енді Ақбидай спартакиадасы, ол жазғы енді спартакиада, сол спартакиадада спортшыларымыз жақсы нәтиже көрсетті. Енді көкпар командамыз енді бұрын болмаған результат, енді 4-ші орынға ие болды. Көп болды, көкпар командамыз жақсы нәтиже көрсетілмей жүрген, сол биыл жақсы команданы жасақтап, жаңағы осы бапкерлерді, білікті бапкерлерді қойып, сол спортшыларымыз жаңағы жақсы нәтижелер көрсетіп жатыр. Енді биыл Қазақстан чемпионаттарында спортшыларымыз, Қазақстан чемпионатында іліккен спортшыларымыз, жаңағы 3-түкке іліккен спортшыларымыз, олар ендігі жылы Азия ойындары болады, жазғы спорт түрлеріне. Сол Азия ойындарына дайындығын енді бастап кетті. Биылғы чемпионатта да бокс спорт түрінен спортшыларымыз жақсы нәтиже көрсетіп, осы жылдың аяғында, осы желтоқсан айында әлем чемпионатында 2 спортшымыз барып, 2 спортшымыз да жаңағы Оразбек Асыкулов чемпион болса, Темирташ Юсупов 37 жасында қола жүлде өтіп келді. Енді бұл да енді біздің жас спортшыларға үлкен мотивация деп ойлаймын. Әлем чемпионатын өте қиын. Оразбек 5 кездесу өткізіп, 5-еуінде де жеңіске жетіп келді. Биыл енді бұған қоса заманауи спорт нысандары да пайдалануға берілді, әсіресе ауылдық елді мекендерге басымдық берілді, я? Осыған тоқталып өтсеңіз. Енді біздің өзі сақалды құрылыстар, я? Облыс әкіміміздің Марат Мұратовтың тікелей тапсырмасымен жылдың басы жақсы басталды. Осы Зеленді қаласында жақсы спорт мектебі ашылды. Ол жерде енді өздеріңіз білесіздер, ашылу салтанатында көптеген бұқаралық ақпарат кісілер болып сол жерде көрді. Ол спорт мектебі бұрынғы кезде жаңағы Совет одағы кезінде салынған спорт кешені ғана, спорт залы ғана тұратын, бірақ бір здания ғана. Сол зданияның орнына заманауи үлкен спорт мектеп салынды. Бүгінгі күні ол жерде жаңағы күрес түрлері, бокс, жаңағы үстел теннис түрлерін, ауыр атлетика спорт түрлері ашылды. Бүгін балалар ол жерде жатақханасы бар, ішінде жаңағы оқу класстары бар. Оқу жаттығу жиын кезінде жаңағы оқу процесі тоқтамау үшін сол жерде сол спорт мектеп. Далада жаңағы хоккей корты бар, жаңағы футбольный площадкалар бар, алаңдар бар. Одан басқа мына сол мердігер өз қаражатына сол жерде жаңағы шаңғы трассасын күрделі ремонтын бәрін жасап берді. Қазір міне осы қысқы маусым басталды, спортшылар сол жерде жаттығуын бастап кетті. Боланды жаңа сіздер айтқанда, Боланды 91 жылы басталған бассейн құрылысы сол биыл аяқталды. Ол жерге де ашылу салтанатына олимпиада чемпиондары шақырылды. Енді балаларға бір жақсы мотивация болсын, ертең сол жерден, енді біз ырымшыл халықпыз ғой, сол жерден жаңағы сол балалардың арасынан болашақта олимпиада чемпиондары шықсын деп, жаңағы Баландин, Катенко олимпиада чемпиондары сол жерге келіп, сол ашылу салтанатында болды. Жылдың басында Қажымұқан ауылында спорт кешені ашылды, ол Самұрық қазына қорының жаңағы қолдауымен. Мәдениет ауылында, Бурабай ауданының Мәдениет ауылында спорт кешені ашылды. Шортанды ауылының Бозайғыр ауылында, осы жуырдағына Қорғалжын ауылында сол спорт кешендері ашылды. Одан басқа енді мына Құртқұдық пен Қосшыда мәдени спорт кешендерді ашылды. Ол жерде спорт қана емес, және мәдени жағынан Бурабай қаласында үлкен спорт сарайы ашылды. Ол да многофункционалдық спорт кешен. Ол жерде бір мезгілде 300-400 бала спортпен айналыса алады. Жаттығылады. Ол жерде универсальный жаңағы залдар бар, күрес залы, бокс залы, гимнастика залы бар, үстел теннис, жаңағы ауыр атлетика залдары бар.
Енді осы желтоқсан айының 15-інде көп функционалды спорт кешеніміз Көкшетау қаласында ашылды. Оны енді өздеріңіз білесіздер, бір жылдың ішінде салынып бітірді. Жаңағы арнайы қордан бөлінген ақша бөлінген да. Құрылтайда, Бурабай қаласында Бурабайда өткен құрылтайда президенттің жекелей тапсырмасымен қаражат бөлініп, осы бір жылдың ішінде ол спорт кешені салынды. Ол жерде де енді бүгінгі күні уже Ақмола облысының спортшылары дайындалып, ертең енді жақсы нәтиже көрсетеді деп өзіміз ойлаймыз. Ол көп функционалдық спорт кешен, ол жерде құқықтық жаңағы органдардың жаттығу жасауға, жаңағы МЧС қызметкерлерін сол жерде жаттығу жасауға, жаңағы Ақмола облысының жаңағы барлық спортшылары жаңадан жұмыс орындары ашылды, жаңадан секциялар ашылады. Ол жерде жаңағы жұмыс енді қазір жылдың басынан бастап қарқын ол жерде жүретін болады. Бұған қоса Красный Яр ауылында да, Красный Яр ауылында да оны көптен күткен спорт кешені ашылды да, қасындағы сол Красный Яр ғана емес, қасындағы ауылды мекемелерге, ауылдарға да жақсы болды, сол жерге келіп жаттығу жасауға. Ол спорт кешенді ашылды, бүгінгі күні жұмысын бастап кетті. Енді спорт инфрақұрылымы дамығанымен, енді кадр мәселесі қалай шешіліп жатыр деген сұрақ туындайды осы ретте. Кадр мәселесі енді бүгінгі күні көп деген осы Мырзахметов пен Валиханов екі университетпен бізде жұмыс жақсы жүріп жатыр. Сол жерден жаңағы оқу бітірген спортшыларды өзімізге жаттықтырушы ретінде, әдіскер ретінде жұмысқа алып жатырмыз. Сол спортшыларды енді тәжірибесі бар мамандар, жаттықтырушылар, солар өздері сол қастарына, сол жас мамандарды қастарына алып, бір жылдай сол бұрын енді шефство дейді ғой, сол өздері қамқорлық жасап, бір жылдай үйретіп, сол жұмыс бағытында жүріп жатыр. Одан басқа мына министрліктің қасында оқу-әдістемелік талдау орталығы бар. Сол орталықты биыл 2 рет шақырдық өзіміздің өңірге. Жаттықтырушылармен бірінші біліктілік курстарын өткіздік. Одан басы жаңағы әдіскерлермен мектеп орынбасарларының арасында біліктілік курстарды өткіздік. Өзіміздің 29 жасөспірімдер спорт мектебі бар. Сол мектептің басшыларын Қызылорда қаласында өткен үлкен сол семинар, жаңағы біліктілік курстарына да сол жерге де жібердік. Бүгінгі күні бұл бағытта да жұмыс жүргізіліп жатыр. Енді спорт орында тұрған жоқ, ол жерде басқа мемлекеттерде қарқын дамып жатқаннан кейін біз содан қалып қоймау үшін заманауи бүгінгі күні қандай құралдар бар, бүгінгі күні қалай спортшылар дайындалып жатыр, содан біз де енді тыс қалмау керекпіз. Сол ертең үлкен жеңіске жетеміз десек, үлкен спортшыларымызды үлкен додаларға жібереміз десек, сол жұмыс енді бірге жүріп отыру керек. Енді жібергеннен бөлек, өз аймағымызда өткізу маңызды ғой, жалпы Ақмола облысы ірі республикалық, халықаралық деңгейдегі жарыстарды өткізуге қаншалықты дайын? Енді осы мынау... Бұл да енді өңірдің былайша қарағанда бір туризм бағытының әлеуетін көтеретін секілді. Бұрын енді рас айту керек, үлкен халықаралық республикалық жарыстар өткізу, FIFA арена, спорт алаңы. Жарыстар өткізу орын болмаса, енді бүгінгі күні көп функционалдық спорт кешені ашылды. Ол жерде 650 орындық бар. Сол жерде үлкен республикалық жарыстарды өткіземіз деп жоспарландық. Келесі жылы қазір еркін күрес әйелдер греко-рим федерациясымен уже келісім бар. Келесі жыл бір халықаралық жарысты сол жерде өткіземіз. Қазір бокс федерациясымен келісім өткізіліп жатырмыз. Сол жерде халықаралық бокстан бір үлкен жарыс өткіземіз деп. Сосын мынау ойын спорт түрлерінен жаңа волейбол, футзал жарыстарынан Қазақстан чемпионаттарын, жасөспірімдер жастар чемпионаттарын өзімізге алуға сол жоспар бар келесі жылы. Енді осы жылдың аяғына дейін келісімдер бәрі өткізілгеннен кейін келесі жылы қандай жарыстар болады, соның бәрін жариялаймыз. Осы Көкше аренада көптеген үлкен жарыстарды өткізуге мүмкіндік бар. Жуырда ғана осы 1-2 күн ғана болды. Бурабай Щучинск қаласында, Бурабай ауданында дәстүрлі садақтан республикалық жарыс өткіздік. Ол бірінші рет біздің өңірімізде өтіп отыр. Сол жаңа кешенде, спорт кешенінде өтті сол жарыс. Ол енді бізге де бір экзамен ретінде болды. Ондай спорт түрлерінен бұрын бір жарыс өткізіп көрген жоқпыз. Сол жарыс жақсы деңгейде өтті. Келген спортшылар, жаттықтырушылар жақсы бағасын берді. Одан басқа енді 7-ші мектептің алаңында FIFA программасы бойынша FIFA арена жасөспірімдерге жақсы футбол алаңы ашылды.
ол жерде енді сол мектептің балалары, сосын оларда жаңағы мектеп лигасы бар, сол лиганың балалары сол жерде жаттығу жасайтын болады. Мынау Көкше аренаның алаңында тағы да 2 футбол алаңы бар, далада жаңағы жеңіл атлетика алаңы бар. Сол жерде енді осы жаз кезінде спортшылардың бәрі сол жерде жаттығатын болады. Бәрі осы Көкшетау қаласындағы жасөспірімдер спорт мектептері, мынау Олимпиада даярлау орталығы, жоғары спорт мектебінің спортшылары бәрі сол бір жерде болады. Сол жерде бір жерде дайындалатын болады. Енді мына жоспар бойынша біраз жақсы жобалар бар. Осы жылдың басында сол жобалардың бәрін жариялаймыз. Қандай жарыстар бізде Көкшетау қаласында өтетін. Енді жалпы аймақ басшысы өзінің есептік кездесуінде алдағы жылдары Көкшетауда 10 мың орындық заманауи стадион салу жоспарда бар екенін атап өтті. Бұл жоба қай қазір деңгейде? Бүгінгі күні бәрі құжаттар, жер бойынша бәрі құжаттар бәрі қай жерде салынатыны бәрі белгіленді. Өзі Марат Мұратовтың өзі сол жерде болып, сол қала әкімімен бірге салынатын орын, сосын бүгінгі күні проекттің сметный документациясы, сол документацияны бастап кетті. Сол проекті бәрі бүгінгі күні сол проекті сосын осы неге бекітуге уже енгізілетін болады. Жұмыс сол жерде басталып кетті. Енді келесі жылы құрылыс басталады. Жақсы, рахмет. 10 мыңдық стадион болады. Жақсы. Енді жетістіктермен қатар шешімін күткен мәселелер де бар шығар. Осы ретте жалпы спорт саласындағы негізгі түйткілдер қандай және оны шешу үшін не атқарылып жатыр? Ең басты енді проблема ол қазір бүгінгі күні жаттықтырушылар мәселесі. Олардың жаңағы төлем ақысы, сосын жаңағы біліктілігі, сол бағытта енді жаңа мен айтып кеттім, көптеген әлі жұмыстар жасау керек. Бүгінгі күні Қазақстанда болсын, басқа әлемде болсын, көптеген методикалар жұмыс барысында да енгізіліп жатыр. Сол методикадан ертең бізде қалып қоймау үшін. Сосын екінші мәселе ол материалдық жаңағы база дейді ғой, сол көптеген спорт мектептерінде күрделі ремонт керек. Соны қазір қолға алып жатырмыз. Өздеріңіз білесіздер, Көкшетау қаласының халқымен кездескен кезде Марат Мұратович Сейфуллина көшесінде 68-де бұрын 2008 жылдары салынған мектептің ғимаратының орнына сол жерге жаңағы заманауи спортзал салынатын болатын, сондай шешім қабылдады. Сондай біраз мәселелер бар. Сол мәселелер енді бүгінгі күні жаңа айтып кеттік қой, ауылды несінен басталды биыл. Зеренді ауылында, жаңағы мәдениет ауылында. Енді ақырын жаңа басқа да өңірлерге келе жатыр. Өздеріңіз білесіздер, 2 жыл бұрын Есіл қаласында жаңадан спорт сауықтық кешен ашылды. Қосшы қаласында жаңадан спорт сарай ашылды. Сол біртіндеп сол жұмыс атқарылып келе жатыр. Алда әлі көптеген жұмыс бар. Соны ең бастысы осы материалдық база болса спортшыларға, сосын жаңағы біліктілік жаттықтырушылар болса, мамандар болса, ол жерде тек қана жаттықтырушылар емес, ол жерде жаңа әдіскерлер, жаңа медицина мамандары, көптеген енді спортшылардың жарақат алады, сол кезде тезірек сауығып кету үшін дұрыс мамандар керек. Әр командада кем дегенде әр спорт школда бір жақсы сондай мамандар жұмыс істеу керек. Сонда басқа өңірлерден мамандар тартыла ма? Спортшылар? Басқа өңірлерден спортшыларды жоқ, спортшыларымыз өзіміздің спортшыларымыз да. Енді осы 2026 жылдың басында Милан қаласында Олимпиада ойындары өтетін болады. Сол Олимпиадаға бүгінгі күні уже 8 лицензиямыз бар. 8 лицензияны 3 спортшымыз бүгінгі күні ұтып алды. Ол жаңағы Никиша Денис, Хан Яна и Тихонова Ольга. Ол шорт-тректен бойынша 3 спортшымыз 8 дисциплинада жаңағы қатысатын болады жарысқа, Олимпиада ойындарына. Одан басқа міне қазір Щучинск қаласында сол Олимпиадаға іріктеу жарысы басталып кетті. 27 күні соңғы күні жарыс бітеді. Сол күні жаңа Қазақстан құрама командасының бас бапкері Олимпиадаға баратын спортшылардың жаңағы тізімін жариялайды. Одан басқа биатлон спорт түрінен бір спортшымыз да үміткер. Қазір әлем кубоктарына қатысып жатыр. Сол жерде жақсы нәтиже көрсетсе, Қазақстан құрама командасына кіреді деген енді өзіміздің жоспарымыз бар. Жақсы, рахмет. Ардақ Болатұлы, студиямызға келіп, уақытыңызды бөліп, ой бөліскеніңіз үшін рахмет.
Құрметті көрермен қауым, осымен ашығын айтай хабары аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.